Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай керемет, ерекше тағамның құрамымен бөлісемін. Ең алдымен тағамның қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын сүт, оны бір ыдысқа құямыз және де үстінен аздап тұз себеміз. Бір жұмыртқамызды салып, кейін 2 ас қасық қаймағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы консистенциямызға ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жақсылап қолмен 8 минуттай илейміз. Қамырымыз видеодағыдай илену керек. Енді иленген қамырымыздың бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Келесі тағамның салмасын дайындаймыз. Бізге керегі 4-5 саңырауқұлақ. Саңырауқұлақтарды видеодағыдай етіп турап аламыз. Келесі 300 грамм тауықтың төс етін 4 бұрыштап, ұсақтап турап аламыз. Енді бір дана пиязымызды ұсақтап тураймыз. Туралған саңырауқұлақ, төс етті және пиязды әрбіреуін бөлек-бөлек бір ыдысқа саламыз. Келесі ысып тұрған табамызға 1 ас қасық сары майымызды саламыз және де 20 грамм сұйық майымызды құямыз да оның үстіне саңырауқұлақты салып аздап қуырып аламыз. Саңырауқұлақтарды араластыра отырып қуырамыз. Енді туралған пиязымызды саңырауқұлақтың үстіне салып қуырып аламыз. Енді саңырауқұлақ пен пияздың үстіне тауықтың төс етін салып араластыра отырып қуырамыз. Келесі қуырылып жатқан салмамызға аздап тұз, ұнтақталған чеснок және қара бұрышты үстіне салып араластыра отырып пісіріп аламыз. Келесі тамақтың бетін жауып пісіріп аламыз. 10 минут тұрған қамырымызды алып, үстіне ұн себе отырып, видеодағыдай жаямыз. Келесі жайған қамырымыздың бетіне 150 грамм сары майымызды осылай жағып шығамыз. Келесі қамырымызды бүктеп, оның арасына сары майды жағып, видеодағыдай конверт тәріздес формаға келтіреміз. Енді қамырдың бетін осылай пищевой пленкамен жауып, оны морозильникқа 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут тұрған қамырды алып, оны видеодағыдай
ақырындап жаямыз. Келесі жайған қамырымызды видеодағыдай арасы 9 немесе 10 см болатындай кесіп шығамыз. Қамырдың кесілген әр бөлігін видеодағыдай майланған кесемізге орап шығамыз. Кесеміз қамырдан көрініп қалмас үшін осылай қамырмен жауып шығамыз. Енді оралған қамырдың үстіне осылай күнжеттерді сеуіп шығамыз. Келесі тағамның тағы да бір салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 150-200 грамм қатты ірімшікті осылай тверкадан өткізіп аламыз. 4-5 дана черри қызанағын видеодағыдай дөңгелектеп кесіп шығамыз. Кесеге оралған қамырымыз осылай пісті. Бұл корзина тәріздес. Енді піскен қамырымыздың ішіне жаңағы дайындап қойған салмамызды салып шығамыз. Келесі салмамыздың үстіне жаңағы тверкадан өткізген ірімшіктерімізді салып шығамыз. Ірімшікті үстіне салған соң духовкаға 10 минутқа жібереміз. Міне достар, тағам дайын. Енді жаңағы кесілген черри қызанақтарын үстіне салып шығамыз. Және де сәндік үшін петрушкаларды үстіне қойып шығамыз. Міне достар, тағам дайын. Қамыры қатпарлы болып, өте дәмді болып пісті. Менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.